Ұлы Абай айтқан жол рухани кемелдікке бастайтын жол. 31-ші қара сөзінде естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Біріншісі, көкірегі байлаулы берік болу керек. Екіншісі, естігенде не көргенде ғибратлану, көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшіншісі, оны бірнеше рет қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртіншісі, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болса, салынбау керек дейді. Бұл жай ғана кеңес емес, нағыз ақыл ережесі. Қазіргі уақытта бір нәрсені тыңдайсың, ұнайды, бірақ бірер уақыттан кейін ұмытасың. Себебі зейін сыртта емес, көңілдің ішінде. Алдымен тыңдағаныңды жүрекпен қабылда, сырттан емес, іштен ұқ. Абай 100 жыл бұрын-ақ бізге зейінді, тиянақты болуды жолын көрсеткен. Көңілге бекіген білім өмір бойы сені тастамайды. Абайша айтқанда, ессіз болмай, есті бол. Бүгінгі ұрпаққа аманат Абайдың сөзімен өмір сүру, мейірімді болу, парасатты болу және ізгілікті ту ету. Абай мәңгілік ұлттың темірқазығы.